Шымкент қаласында халықты баспанамен қамтамасыз ету мақсатында тұрғын үйлердің құрылысы қарқынды түрде жүргізілуде. Үкіметтің тарапынан берілген индикаторларға біз артығымен қол жеткізетін боламыз. Жалпы биыл көпқабатты 57 үй құрылыс басқармасы тарапынан салынып жатыр. Ондағы 3592 пәтердің жалпы көлемі 283,5 мың шаршы метрді құрайды. Мына берілетін 31 тұрғын үйдің құрамында 2412 пәтер бар. Жалпы осы жерде айта кетейік, өткенде де сұрадыңыздар ғой деймін, дегенмен ақпарат бере кеткеніміз жөн шығар. Шымкент қаласында тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтардың саны 89.678. Оның ішінде жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар саны 1780, көп балалы отбасылар 17.842, толық емес отбасылар 11.286. Естеріңізге сала кетейін, заңнамаға енгізілген өзгерістер бойынша бұл баспаналарды отбасы банк акционерлік қоғамы кезектегі тұрғындарға үлестіретін болады.